Саламатсыздар ма, құрметті қазақ халқы? Біз сіздерден көмек сұрап осы видеоны жазып отырмыз. Біз бір отбасының 5 баласы қазір Аяла деген Ақтөбе қаласындағы балалар орталығында отырмыз. Бір күннің ішінде анамызды, өзіміздің тума апамыз Тілеуов Жанна деген кісі бір күннің ішінде психбольницаға жатқызып тастады, ал бізді осы орталыққа жіберді. Біз негізі нағашы әжеміздің қолында тұрып жатқан болатынбыз. Сөйтіп нағашы әжеміз үй сататын болып, үй тәркіленіп, мүлікке таласу, бізде бауырлар мүлікке таласып, сөйтіп апаларымыз мамамыздан үйдің үлесінен отказной жазғызып, мамамызды әрі сыйдыртпай, бері сыйдыртпай психбольницаға бір күннің ішінде жіберді. Одан кейін бізді де сіңілім екеумізді бастарыңыз істемейді, жаңағыдай ауру қыздар деп бізді де жапқысы келген болатын негізі. Бірақ біз қазір Аяла балалар орталығындамыз. Балалар әрі қарай жаңағы балалар үйіне кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан қатты қорқамыз біз. Бізге көмектесетін, біздің артымызда тіреу болатын ешкім жоқ. Ер азамат, ешқандай ер азамат, ешкім жоқ. Біздің әкеміз өзі ішетін адам. Өзі қамдада тұрады. Вообще біз іздеп келген емес, найқа жатқалы. Мүлдем ол кісі көмектеспейді. Мамамыз бір өзі осы күнге дейін өзі қарап келеді бізді. Мамамыз ешқандай да ауру емес. Бәрі оған бәрі жабылған жала. Және біздің де есіміз дұрыс. Bir günde отбасымыздың, bir түннің ішінде отбасымыздың тасталғанын шығарды. Өтінемін сіздерден, көмектесіңіздерші. Шынымен көмек сұраймыз бәріңізден. Бізге көмектесетін ешкім жоқ басқа. Халықтан сұрамасақ ешкім көмектесіп жатқан жоқ. Біз қорқамыз, қалған балалар үйіне кетіп қала ма деп. Өз туғандарымыз өзімізге қарсы шығып отыр осы күнде. Қайдағы дүние үшін, ақша үшін, барлығы дүние үшін апамыз бізге осындай іс жасай отыр. Өтінемін, көмектесіңіздер, кішкене болсын, осы 5 баланың көз жасы үшін, осы балалардың қуанышы үшін өтінемін, көмектесіңіздер. Біздің аяққа тұрып кетуіміз үшін. Біз негізі нағашы әжемізбен бірге тұрамыз. Осы Ақтөбе қаласында. Нағашы әжем де менің шамалы ішет, одан кейін әкем де ішетін адам. Жалғыз анамыз тек бізді қарап отқан қалада. Осы үшін видеоны жолдап отырмыз бізге, сіздерге. Осы 5 бала балалар үйіне өтіп кетпесінші деп. Көмек сұрайтын басқа бізге ешқандай адамымыз жоқ. Өтінемін, көмектесіңіздерші.